Ғалам, мемлекет, қоғам үздіксіз даму үстінде. Осы даму жолында дұрыс бағдар алу үшін бізге қолайлы жағдай қажет. Қоғамның дамуына ықпал ететін бірнеше фактор бар. Алайда, үздіксіз даму жолында біз ұлттық мәдениет пен руханиятты жоғалтып алмауымыз керек. Соның негізгісі қазіргі құқықтық мемлекет. Зайырлы мемлекет қандай болуы тиіс? Біріншіден, бұл мемлекеттің дінге деген ұстанымының демократиялық сипаты. Екіншіден, мемлекеттің діннен, діннің мемлекеттен тәуелсіз болуы. Үшіншіден, адамның ар-ождан және наным-сенім бостандығы. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі діни емес, зайырлы сипатқа ие. Зайырлылық дінсіздік немесе дінді терістеу емес, мемлекеттің діни нормалармен емес, құқықтық қағидаттармен басқарылуын білдіреді. Зайырлы мемлекеттің маңызды сипаттарының бірі діни сенімдері мен көзқарастары әртүрлі азаматтардың бейбіт қатар өмір сүруі. Яғни, зайырлы мемлекет рухани саладағы көп түрлі қарым-қатынастың құқықтық негіздерін қамтамасыз етеді.